Қайырлы күн баршаңызға. Осындай фаршированный перец голубцы жасағыңыз келсе, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Пиязымызды майдалап тураймыз. Сәбізді үккіштен өткіземіз. Оның үстіне күрішімізді саламыз. Тұзымызды және де бұрышымызды өз қалауымыз бойынша саламыз да жақсылап араластырамыз. Дайын болған фаршымызды енді болгарский перецке салатын боламыз. Біз толтырмай саламыз. Өйткені піскен кезде сыртқа шығып кетпейді. Келесі біз сорпасын дайындайтын боламыз. Пиязымызды майдалап тураймыз. Және де сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Және де мен бір картоп қосамын. Сіздер өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Картоп негізі қоспасаңыздар да болады. Және де бір қызанақ қосамыз. Кішкене май құйып, пиязымызды қуырамыз. Оның үстіне сәбізімізді қосып, жақсылап қуырамыз. Және де 2 бас чеснок қоссаңыздар болады. Жақсылап қуырып болған соң ыстық су құямыз. Суды көп құймаймыз, қараңыздар. Тұзын, бұрышын, барлығын өз қалауларыңызша саласыздар. Келесі енді барлық болгарский перецтерімізді салып, жақсылап қайнатамыз. Шамамен 25-30 минуттай қайнату керек. Міне біздің фаршированный перец дайын болды. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, аман болыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.